Барлығына қайырлы күн. Бүгінгі видеода айтылатын тақырып өткен видеода бір кішігірім отсылка болған. Бұл видео негізінен өткен айдың 31-лер шамасында жаңа жыл қарсаңында шығу керек болатын, бірақ бір қандай да бір себептерге байланысты бір айға кешігіп жатыр. Ештеңе етпейді, бірақ бұл видеода айтылатын тақырып өзінің актуалдылығын қай кезде де жоғалтпайды деген ойдамын. Бұл видеода айтылатын тақырып Америка құрама штаттарына барғандағы менің тәжірибем. Америка құрама штаттарына барғанда дегенде қалай? Виза тапсырудағы менің тәжірибем. Барлығына қайырлы күн. Бұл видеоны қашан шығатынын білмеймін, бірақ әйтеуір шығады деген ойдамын. Осы жылдың тамыз айының 30-ында мен бір жерге барып ақшасын төлеп, қалай айтсам болады, тапсырыс бердім бе. Жалпы менің бұрыннан бергі арманым осыдан 5-6 жыл бұрын пайда болған арманның бірі ол Америка құрама штаттарын көру. Осы жылда бір айы оңынан туып, қажетті соманы жинап 30 тамыз күні визовый центрге бардым. Сол жерге барып ақшаны төлеп шақырту алып берулерін өтіндім. Сөйтіп кеше естеттейсіз ғой. Шақыртуым келді. Көрінді ма? F1 деген бұл академиялық немесе тілге, языковой курсқа, немесе оқуға арналған визаның түрі. Міне мына жерде менің атым Жандос Жолыген дейді. Америка құрама штаттарының State John's University Нью-Йорк қаласында орналасқан. Міне осындай шақырту келді. Енді алдағы келесі процесс бұл анкета толтыру, анкета жіберу, сосын басуға кіру. Ең маңызды, ең жауапты кезең. Қашанда? Бір. КВТУ-ның артында. Бүгін қарашаның 15-і кездесуге жаңа менің агентіммен, агент дейміз ба, виза бойынша агентпен кездесуге бара жатырмын. Сол жерде приглашением келді. Визаға тіркелдік 9 желтоқсан. Ендігі кезек кейсті обсуждать ету керек. Сосын сервис сбор төлеу керек. Сол үшін бара жатырмын. Так, мне менің спонсорское письмо дейді, яғни әкем мені толықтай оқуымды жататын орын, поездканың барлық несін шығынын мойнына алам деген хат. Енді осы хатқа қосымша ретінде оның есеп шотындағы ақшаны шығару керек, көрсету керек. Осындай жұмыстар бар. Оған қоса собеседование дайындау керек. Яғни не үшін нақты Америкаға бара жатқанымды дәлелдеуім керек. Бастысы қобалжымай, сенімді, нақты қайтып келетін адам ретінде өзімді көрсете алсам, дәлелдей алсам болды. Оған қоса өзімнің баста ойымда жүрген гештальтымда жабылады. Я өтем, я өтпейм. Көреміз сондықтан. 28-не ауыстырдым. Алғашында 9 желтоқсан болатын. Визаға тапсырып, өкінішке орай сәтсіздікке ұшырадым.
Бұл жол тамыз айында, өткен жылдың тамыз айында басталған болатын. Содан 4 айға созылып, желтоқсанда Гештальт өзінің есігін жапты. Себебі Америка Құрама Штаттарынан бұру, ақш-қа бару бұрыннан келе жатқан менің мақсатым, арманым, ойым еді. Бару керек те, бірақ тапсыруға бір бел болмағанмын. Себебі оған қаражатқа байланысты, басқа да себептерге байланысты, негізінен қаражатқа байланысты шешім қабылдай алмаған. Сөйтіп, тамыз айында Instagram қарап отырған кезде бір рекламаны, Ақылбек, по-моему, Ақылбек, сенің историяңнан мен Визапоинт деген компанияның жарнамасын көріп қалдым. Яғни туристік визаға подарка болып жатқан, тегін толтыру деген. Соған қатысайын деп ішін ашып қарасам, ол жерде жеңілдіктер болып жатыр екен. Соның бірі F1-ға тапсыру үшін 50% жеңілдік, өте қатты мүмкіндік еді. Сол акция мен үшін. Сөйтіп, Алматыға келе салысымен тамыздың 28-і офистеріне жолығып, 31 күні келісімшартқа қол қойған болатынбыз. Яғни ол үшін мен 200 мыңдай ақша төледім компанияға, және ол компания маған оқудан шақырту алып беру керек болған. Сәйкесінше олар маған қазан айында алып беруді уәде берді. Қазан айында алып беру керек болатын. Өкінішке орай олар бір айға кешігіп, қарашаның ортасына таман, қателеспесем, шақырту алып берді. Жалпы ақпарат ретінде айта кетейін, F1 деген бұл оқу үшін берілетін визаның түрі. Ондағы ол университетке бакалавриат немесе магистратура үшін болуы мүмкін, және тілдік курстар. Менің таңдағаным тілдік курстар еді. Әрмен қарай ол қарашада келді. Қарашада келгеннен кейін сервис сбор, бұл яғни студенттің оқу үшін төлейтін комиссиясы. Оның бағасы $350. Сервис сборды төледік. Әрмен қарай консульствоға, собеседованиеге, интервьюға жазылдық. Сол жазылып кіру үшін қосымша тағы $160. Осының барлығын теңгеге айналдырып шаққанда шамамен 450 мыңдай ақша жұмсалды. Және ақшаның өкінішке орай, бұның ақшаның барлығы безвозвратны, орысша айтқанда қайтарымсыз. Бірақ өте маңызды мен үшін ол гештальттың жабылуы. Яғни қанша жылдан бері Америка Құрама Штаттарына барып көру керек еді, тапсырып көру керек еді, өзімнің сәттілігін тексеріп көру керек еді деген ойлардың барлығы су сепкендей басылып, басқа нәрселерді ойлауға мүмкіндік ашылды. Сонымен маған интервьюда қойған сұрақтары шаблонны, F1-ға тапсырып жатқан болсаңыз, шаблонны сұрақтар бар. Не үшін Америка, не үшін ағылшын тілі қажет сізге, кім спонсорыңыз, кім, не болып жұмыс жасайды, не үшін Америкаға, не үшін ағылшын тілін таңдап жатсыз деген сияқты сұрақтар барлығына қойылады, және маған да қойылды. Бірақ маған әкеңіз, яғни спонсор, не болып жұмыс жасайдыдан тоқталды. Бар жоғы 4 сұрақ қойды. Не үшін Америка, не үшін ағылшын тілі қажет сізге, және спонсорыңыз кім болып жұмыс істейді. Мен жауап бергеннен кейін, осы сұраққа, соңғы сұраққа жауап бергеннен кейін маған көп қағазын суырды да былай қайтарып берді құжаттардың барлығын. Яғни бұл отказыны жаңағы көк қағаздың ішінде контекстте жазылады. Қайтадан тапсыруыңызға болады, анау жалпы мағынасы вам отказано. Егер менің білуімше, егер сізге одобрять етіп жатқан болса, онда сіздің құжаттарыңызды алып қалады. Міне сонда қуанышты сәт осы кезде туу керек. Менің алдымда жалпы визаға тапсырып жатқан кезде адамдар көп болды. Көпшілігі Ресей мемлекетінен келіп жатқан босқыншылар деймін ба, олар біздің Алматы арқылы тапсырып жатыр. Және менің алдымда өзіміздің қарагөз қазақ қызы F1 визасын алды. Менің алдымда 1-2 адамнан бұрын. Ең бірінші тапсырған қыз еді. Сол қыз жолы болып, ай оңынан туып, сол күннің визасын алды.
Қайталап айтамын, визаны алу негізінен 50-50. Түсініксіз не үшін отказ беретіні. Бірақ басты нәрсе ол сол, сіз ненің алдында, жаңағы консульствоның адамның алдында сіз осы отанға қайтып келетініңізді дәлелдеу және солай көріну. Әрбір айтады, енді білмеймін, специалистердің айтуы бойынша сіздің психологиялық тұрғыда барынша байқайды, түсінеді, көреді. Өтірік алдап тұрғаныңызды немесе қандай да бір деңген жасырып тұрғаныңыз байқалады дейді. Және барлық ақпараттар, сіз айтып жатқан ақпарат сіз толтыратын анкетамен бірдей болу қажет. Сол видеоны қарап тамашалаған жандарға соңына дейін көп рахмет. Және тағы да виза туралы ақпараттар керек болатын болса, төменге комментарийге жазып кетіңіз, ақылдасайық, сөйлесейік, жазайын, жауап берейін барынша. Жалпы плохой опыт тоже опыт. Сөйтіп Америка құрама штаттарына тапсырып көрдік.